Сәлем достар. Бізбен бірге каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Айгүлім. Бүгін менің алғашқы влогым шығатын болады. Бұл влогтың атауы описаниядан көргендеріңіздей менің бір күнім влогы болады. Конечно, мен қазір бір күнімді түсіретін боламын сіздермен. Мен қайда барам, немесе не істеймін, соның бәрін сіздерге түсіретін боламын. Видеоны бастамастан бұрын лайктарыңызды басып, подписаться етіп, комментарийға өзіңіз жазып кетіңіздер. Влог, челлендж немесе басқа нәрселер, челлендждің түрлері, влогтың түрлері жазып кетіңіздер. Мен оны түсіруге тырысатын боламын. Видео басталмай тұрып подписка, лайк жазыңыздар достар. Каналға жазылып, біздің видеоны жіберіп алмау үшін колокольчикті все дегенге қойып қойыңыздар. Сол кезде менің шығатын видеом, мысалы, премьерда тұрса, сіздерге сообщение болып келеді, мынаншада видео шығады дегендей. Сондықтан достар, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар, сонда менің видеомды сіздер өткізбейсіздер. Ал біз бастаймыз. Достар, бүгін мен мектепке барамын. Мектепке 1 сағат ерте барамын, потому что біз қыздармен волейбол ойнаймыз. Ал қазір мен мектепке киінетін боламын. Киімдермен көрсетемін сіздерге. Look at me деймін, батайын дейді. Достар, мен жаңа сіздерге көрсеткен стильде киініп алдым. Енді қазір мен шашымды істейтін боламын. Енді мектепке шашты буып бару керек. Мен өзім жайып барғым келеді. Бірақ мектептің заңы бойынша, ережесі бойынша буып бару керек екен. Бұл бантик еще. Бантик таққысы келмейтін қыздар көп негізі. Чокым шығарып барам ба, шығарып ба деп ойландым достар. Бұл жұма күні түсірілген видео. Сіздер қай күні көріп жатсыздар? Мен қазір өткен видео түсіріп жатқаннан кейін мен қашан жіберетінімді әлі білмеймін, қашан монтаждап болатынымды. Так что өздеріңіз ойлана беріңіздер. Видео монтаждау және видеоны до конца түсіріп, оны қай күні жіберетінімді ойлану деген өте қиын. Сіздер өздеріңіз түсіріп көрсеңіздер, енді бірақ қиын. Мен ойлайтын, түсірмейтін кезде, видео түсірмей жүрген кездері ойлайтын, оңай видеоны 5 минутта монтаждап, конечно, қиял бұл. Видеоны 5 минутта монтаждап, мен оны жібере саламын деп, сол күні жіберемін деп. Оказывается, ол болмайды екен. Және ютубта секреттер бар, ютубтың өзінің. Видеоны қай кезде рекомендацияға шығады, қай кезде барлығына көруге болады дегенде. Барлығына емес, енді барлығына көруге болады дегенде. Сіздерге айтып кетейін. Қай кезде көп адам көреді, қай уақытта дегенде. Оның уақыты әр адамның өзінің мынандай уақытта салатын нелері болады. Мен әлі шешпедім қандай уақытта салатынды, потому что мен әлі видео түсіріп көрмеген. Жазда бір видео түсірген, бірақ ол видеоны мен көп монтаждамаған, потому что ол қысқа видео болған. Мен каналыма өтіп көрсеңіздер болады. Ол көп монтаждамаған, ол еще бірақ видео түсірген. Ал мына видео қазір почти 1 жыл өтіп жатыр ол видеоға. 6 ай бұрынғы видео. Білмеймін точносын. По-моему, 6 ай бұрынғы видео. Қазір мен сіздерге қалай шашымды болатын көрсететін боламын. Қазір мен просто шашымды тарап қана қойдым. Мына жерім, конечно, мен шашымды астыға болатын біліп тұрған шығар, потому что мына жерде линия тұр. Бір линия тұр. Қазір мен шашымды қалай буып мектепке баратынымды сіздерге көрсететін боламын. Достар, маған керек осындай крабик. Мен апай ұрса бантик тағам. Бантигін қайда десе, алып таға салам, потому что мен бантигім сумкамда жатыр. Және мен барда бантик таққым келмейді. Крабик, тарақ және резинкамыз керек. Самое главное резинка, мен крабик. Бірінші орын резинка, екінші орын крабик. Шаш тарау. Шаштың жаңа ғана тарағы. Так, резинканы аламыз. Мен шашымды астыға боламын.
неғып чокыңды жинап жатсыңдар дейтін болсаңыздар, достар, қазір бәрі менің чокым шығып кетеді. Или өзім шығарып аламын. Вот қазір шашымды астыға буып алдым, көріп тұрғандай чогым шығып кетті. Айтпақшы достар, айта кетейін, мен видеодан осыдан кейінгі видеоларда прическам ауысып кетуі мүмкін, потому что өйткені маған апай ұрсуы мүмкін, және мен шашымды қайттан шешіп мүмкін. Так что неге прическамды ауыстырдым, шаш үлгін сен өтірік істедің деп айтатын комментарийлер маған керек емес. Вот осылай крабикпен тақып қоям. Крабигімді осылай әдемі тұрады. Или қазір чокым шығара саламыз ау. Қазір мен чокымды шығаратын боламын. Сосын достар, мен чокым жаңа шығарып алдым. Білмеймін, нормально тұрмаған. Мен өзіме ұнайды. Осылай жасай беремін мен өзім. Сіздерге қандай видео влог ұнайды, комментарийға обязательно жазып кетіңіздер. Мен қазір сәлден соң мектепке шығамын сағат 12-де. Мен обедкі сынып 2-ші ауысымдағы оқушымын. Сағат достар 11:30 болды. 11:42 кетті. Қазір енді біз 12-де шығатын боламыз. Примерно 15 минуттан кейін. Қазір мен заттарымды дайындай берем. Одан кейін шығам. Маған керек самый главный зат достар. Менің осындай сұр көктемдік. Мен осындай әдемі кроссовкам. Мен өзіме осы кроссовка қатты ұнайды. Осыны қазір мен сүртіп қоятын боламын. Достар, вот үшінші самый главный зат. Менің мектепке апаратын сумкам. Жаңа айтып кеткенде менде бантик. Вот бантик сумкамда деп едім. Міне сумкамда тұр. Сіздерге бір сөзімнің дәлелін айтып кетейін деп қойсам. Вот мен осындай бір бантик тағам. Оның арты резинка. Короче, видеом распаковка болып кетті. Бірақ бұл видео распаковка видео емес. Как обычно, менің бір күн влогым. Достар, вот қазір менде уақыт болды. Мен кетіп бара жатырмын. Мен айтпақшы видеоны ертеңгі сағат 11:30-ға дейін түсіретін болам. Менің прическам ауысып кетті, конечно, мен жолда естіп барам. Сіздерге қалай болып тұр? Өздеріңіз жазып кетіңіздер, мен қазір жолдам. Мен қазір мектепке келдім. Біз мына жақта доп ойнайын деп жатырмыз. Біз қазір доп ойнаймыз да, потом сабақ басталады. Әлі 1 сағатта сабақтың басталуына біз қазір доп ойнап болып, сабаққа кететін боламыз. Звонок болды. Сабаққа кірейін деп жатырмыз. 1 сағат уже өтіп кетті. Сабаққа кіріп, бірінші сабақ орыс тілін өтеміз. Информатика сабағы. Момент кассасын. Қазір бізде перемена уақыты.
қазір ғана звонок болды. Қазір бізге қайту сабақ бітті. Көргендеріңіздей 4 сабақ болды. Енді қазір біз қайтамыз. Мына жақта мектептің оқушылары доп ойнап жатыр, сабақтары бітті. Қазір магазиннен осындай пирожки алдым. Осыны жеп қайтамыз. Біз қазір жолдамыз. Мен зарядкам ішіп жатыр. Сіздерге влогты сразу үйдегі влогымды көрсететін боламын жалғастырып. Қазір мен зарядкам 2% қалды, достар. Зарядка өшіп жатыр. Мен дәл қазір үйге келдім. Жаңа ғана келдім. Қазір киініп, енді шай ішетін боламын. Кешкі шайды ішеміз сәлден соң. Мен ойлаймын, сіздерге видео қызықты болып жатыр деп. Қызық болса лайктарыңызды басып, подписаться етіп кетіңіздер. Қазір кешкі тамақтың уақыты болды. Мен тамақ ішіп болып, сіздерге влогты жалғастыратын боламын. Мен кешкі тамағымды ішіп болдым. Кешкіге бізде палау болды. Әдемі. Күшті ұнады маған палаудың өзі. Сіздер қандай тамақ іштіңіздер? Комментарияға ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ал қазір біз посуда жинап жуамыз. Потом не істейміз. Потом біз ыдыс жуамыз. Айттым я. Потом төсек салып Roblox ойнаймыз. Кім Roblox ойнайды, аккаунтын комментарияға қалдырып кетсін. Сіздермен бірге ойнауға тырысадым. Достар, мен посуда жуып болдым, шаршап кеттім. И Roblox ойнап болдым. Сіздерге посуда жуып болғанымды айтамын деп ұмытып кеттім. Посуда жуып, Roblox ойнап болдым. Енді понедельниктің жарты сабағын орындасам ба деп отырмын. Оны көреміз. Достар, мен понедельниктің сабағын бүгін орындамайтын болдым, потому что мен қазір қатты шаршап жатырмын. Бүгін менің бірінші күнімнің жартысы деп ойлаймын. Жоқ, почти полный болып жатыр. Ертең таңғы 11:30-да, почти обед. Сол кезде мен видеоны аяқтаймын. Потому что бүгін видеоның басында мен 11:30-ден 42 кеткенде примерно бастағам сол кезде. И видеоны ертең сол уақытта аяқтайтын боламын. Ал қазір мен жатам. И болды. Бүгінгі күнмен аяқталады. Ертең таңым басталып, сонымен аяқталады. Қайырлы таң, достар. Мен ұйықтан тұрдым. Сағат қазір примерно 9:30 болып қалды. Қазір енді мен тұрдым, жуынып, төсек жинап, потом шай ішем. Или жуынып, шай ішіп, потом төсек жинап. Білмеймін, көреміз. Сіздер видеоны осы жерге дейін көріңіз. До конца көріңіздер, енді прям қызық болады деген ойдамын. Мен қазір достар киініп, жуынып келетін боламын. Достар, мен жуынып болдым. Енді қазір мен шашым тарап боламын. Қазір менің шашым желбіреп кетеді. Шашты болып аламыз. Вот, достар, мен шашым болып болдым. Қай кешегі влогтағы шашым, или қазіргі влогтағы шашым. Қазіргі жалғасу енді. Қайсы сіздерге ұнады? Біріншісі болатын болса, біріншісі подписаться етіп кетіңіздер. Екіншісі болатын болса, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Қазір мен таңғы шай ішетін боламын. Маған аз болсын. Достар, сағат уже 11:30 болды. Видеом аяқталды. Сау болыңыздар, осы жерге дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер, подписаться етіп кетіңіздер. Бұл сіздермен болған мен аяғым. Пока-пока.